Сәлеметсіздер ме балалар? Сабақ алдындағы көңіл-күй. Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз, уақытты үнемдейміз. Нақты дәл жауап береміз. Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды көрсетеміз. Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз. Өткенді пысықтау. Кәне балалар, оқып көрейік. Аға, таға, қарға, сырға, тоғай, торғай, ғарыш, ғарышкер, тоқтар, талғат, айдын, ағалар, ғарышкерлер. Олар ғарышты зерттеді. Ғалым ғарышкерлер туралы біледі. Ол ғарышкер болуды армандайды. Ғалым ғарышкерлер туралы біледі. Ол ғарышкер болуды армандайды. Ойын, сөз ойла, тез ойла. Ғ қандай дыбыс? Дауыссыз дыбыс. Дауыссыз дыбыс дегеніміз не? Буын дегеніміз не? Ғ дыбысы басында кездесетін сөздер. Ғ дыбысы ортасында кездесетін сөздер. Ғарышкер сөзіне сөйлем құра. Ғарышкер сөзін буынға бөл. Ғарышкер сөзі қандай дыбыстан басталып тұр? Олай болса, бүгін Ғ дыбысының екінші сағатымен танысатын боламыз. Сабақтың тақырыбы Ғ дыбысы және әрпі. Оқу бағдарламасына сәйкес күтілетін нәтижелер. Дыбыс пен әріпті таниды, оларды бір-бірінен ажыратады. Мәтіннен сөйлемді, сөйлемнен сөзді, сөзден буынды, буыннан дыбысты бөледі. Жаңа үйренген дыбысты анықтайды. Көркем жазу талаптарына сай жазу жолы, жол аралығын, жолдың жоғарғы және төменгі сызықтарын сақтап, әріптердің өзара байланыс элементтерін жазады. Ғ дыбысы. Ғ дауыссыз дыбыс. Сөздің ортасында, басында кездеседі. Оқулықпен жұмыс. Қоға, тоған, баға, балға, ғалам, ғалым, шағала, тағала, ағаш, қарлығаш, сағат, болған ат. Ойлан, не байқадың? Тарақ сөзіне әріп қосып оқысақ, тарағы, тауық, тауығы, моншақ, моншағы. Қыдан кейін дыбысы жалғанса, қ дыбысы ғға айналады. Жазылым. Сызба бойынша сөздерден сөйлем құрау, құраған сөйлемдерін дәптерге көшіріп жазу. Талғат шаңғы алды. Ағам шалғы тартты. Сабақты бекіту және саралау. Саралау тапсырмаларын орындату. Бірінші деңгей. Буындардан сөз құрап, оқы, соғым, сағым, сағыз, тоғыз, тоғай сөздерге дыбыстық талдау жасау. Екінші деңгей сөздерден сөйлемдер құра. Үшінші деңгей сөйлемнен мәтін құрап жаз. Дәптермен жұмыс. Дәптерге балалар. Тоған, шағала, қарлығаш, ғарышкер ғарышқа ұшты деген сөйлемдерді жазасыздар. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, сөйлемді толықтырасыздар. Сағат 10 болды. Балғамен шеге қақты. Міне осы сөздерді толықтырып жазасыздар дәптерлеріңізге. 3Қ әдісі. Қызықты, құнды болды, қиын болды. Міне балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.